Сәлем достар, мен бүгін сіздерге осындай батырмаларды қалай жасауын көрсетемін. Ендеше бірінші текстімізді дайындап аламыз, сосын иконкамызды енгіземіз. Бұл иконкаларды файлға қалай қосатынын мен алдыңғы сабақта көрсетіп кеткенмін. Осы екі объектті выделять етіп автолейаутқа саламыз. Енді осы екеуінің арасындағы отсыпты алып тастаймыз. Яғни ол өзі есептелетін болады. Енді қалған жақтарға отступтарды қоямыз. Бұл жерде ұзындығы мен енін хак функциясына ауыстырамыз. Сол жерде екі жағын құшақтап өзі размерін солай өзгертеді. Сосын фил арқылы қалаған түсімізге бояймыз. Енді иконканы көшіріп екі жағына қойып шығамыз. Батырмамыз жалпақ болып тұратындай оның корнер радиусын өзгертеміз. Енді осы батырмамыздан біз компонент жасаймыз. Батырмамыздың копиясында осы текстті иконканы өшіріп тұратындай осындай функцияны қосамыз. Яғни бізге тогл арқылы көрсету немесе көрсетпеу деген функция пайда болады. Және біздің осы батырмамыздың басқа вариантын жасаймыз. Мен бұл жерде басқа өлшемін көрсетіп жатырмын. Кіші нұсқасын жасаған соң, мен property'ге барып, осыған сәйкес келетін атын жазамын. Енді осы батырманың тағы бір басқа нұсқасын жасайтын боламыз. Ол үшін property'ге кіріп, жаңа вариантын жасаймыз. Көріп тұрғансыз, бізде батырманың екі нұсқасы пайда болды. Енді осы батырманың басқа стилін жасаймыз. Бұл жерде артқы фонды алып тастап, бұның жан-жағына сызамыз, яғни обводка жасаймыз. Осы енді екінші стилде жасаған батырмамыздың кіші версиясын жасаймыз.
міне достар, осымен біздің пернет батырмамыз дайын. Бізде батырмамыздың көшірмесін алып, оның әртүрлі функциясының бар екенін көріп тұрмыз. Яғни бәрін иконкаларды алып тастасақ болады, немесе текстті алып тастасақ болады. Сосын стилін өзгертсек болады, немесе размерін өзгертеміз. Осымен күрделі компонент деп аталады бұл.